Жақсы зат жасасаң, ол қашанда жерде қалмайды. Ақшадан да қашатын заман болады екен ғой. Шеберханада түнеген кездерде болған шығар. Ай, Берік, сен адам емессің, роботсың. Білгенін істейді дейсің. Өз ошағымызда, өз қазанымызда өзіміз қайнап жатырмыз. Спекулянт деп айтушы еді ғой. Не армандарың бар қазір? Нағаш бәрі тұр, самсап тұр. Мағынасы бар дейсің. Алтын жүрген жерде шайтан жүреді. Бәрін сата берсек болашаққа не қалады деп ойлаймын да. Қолдағаны сол, сатып алса сол ғой қолдау енді. Менің 100 сақинам тұр, сендердің 2-ақ сақиналарың. Саусағың тимеген деп, Жоқ, сенің мына жерде энергияң жоқ. Былай бұрап жасап бетіп лақтыра берсең. Баршаңызға сәлем, бұл Ойлан подкаст. Бүгінгі біздің қонағымыз қазақ қолөнерінің рухын бейнелейтін адам, белгілі шебер Берік Әлібай мырза. Ассалаумағалейкум Берік мырза. Алейкумассалам. Бүгінгі подкастымызға қош келдіңіз. Енді әңгіме дүкенімізді бастамас бұрын осы өзіңіз туралы бірер ақпар беріп өтсеңіз. Жалпы осы еңбек жолын қалай бастадыңыз? Қай өңірдің тумасыз дегендей? Мен өзім Жамбыл облысы Меркі ауданы Қызылсай деген кішкене ғана ауылда туғам, өскем. Әке шешем енді сол жердің тумалары. Атам зергер, ұста болған кісі. Бала кезімнен енді осы өнерге құмар болып өстім десем болады. Өйткені 7-8 жасар бала кезімде атам өмірден өтіп кеткен, ұста болған атам. Кейін мен суретші болсам деп армандадым. Мектепте суретші бала атандым. Солай сурет салып, сол армандап осы Алматыдағы сол кездегі Алматы көркем сурет, Гоголь атында көркем сурет училищесі болған. Сол училищеге келіп оқуға түсіп, міне сол 81 жылдан бері осы өнермен айланысып келе жатырмын десем болады ғой. Жалпы негізі осы қолөнерге келудегі негізгі атанбағына зергер болды деп айтып қалдыңыз, шебер болған. Бұл ата жолын қуу ма, әлде өзіңіздің ішкі шабытыңыз болды ма? Жалпы неше жастан бастап осы зергерлікті бастадыңыз, осы жалпы өзіңіз қолмен бір қолөнер жасап дегендей? Енді бала кезімде атам шеберханасынан келген қонақтар, әкемнің әпкесі болған Күлсін деген апамыз. Сол кісі келгенде алюминийден білезіктер жасап берген месінде бала кезімде. Неше жаста сол кезде? Сол кезде 7 жасар баламын ғой, 6-7 жасар баламын. Сол есімде қалды. Кейін енді андай домбыра жоны бала кезде сондай бірдеңкелерді жасап жүретін есімде әртүрлі мүйіздерден жаңағындай ілгіштер жасап, қолөнермен айланысып. Бірақ енді нақты өйтіп айланысқан жоқпын ғой. Өйткені менде ұстаз болған жоқ. Бірақ сурет салумен айланыстым мектепте жүргенде. Мектептің қабырға газеттерін шығару деген сияқты. Немесе осы Балдырғанға, сол кезде Қазақстан пионер деген газеттер болды. Соларға суреттер жіберіп тұратын салып. Бірақ енді арнайы сурет білімі болған жоқ бізде. Өйткені сол кезде мектептерде кімнің қолы бос, сол сабақ беруші еді ғой, сурет сабағынан, ән сабағынан, еңбек сабағынан деген сияқты. Арнайы білім алған жоқпыз. Осы алғаш Алматыға келген кезде салған суреттерімді көріп, училищеге тапсырарда айтты, енді сіз мына осындай нәтижемен оқуға түсе алмайсыз, 1 жыл осы дайындық курсында қалыңыз деп. Содан мен дайындық курсында оқып барып, сол оқып жүрген кезде марқұм Дүйсен Сейдуалиев деген ағамыз болды, мұғалім. Сол кісі сурет салып отырған кезде дайындық курсында қай бөлімге тапсырасың деп маған келіп жаныма отырып сауал қойған еді. Сол кісі айтты, білмеймін, мен суретші боламын деп келдім деп не қылдым ғой. Сол кезде айтты, бізде осындай бөлім бар, металды көркемдеу, өңдеу, зергерлік бұйымдар жасайды деп. Сол кезде барып, білмеймін енді. Атамның бала кездегі бір құйып кеткен бір несі болды ма, бір жасаған кездерім. Содан мен ойым бәрі ауып, сөйтіп мен суретші емес, живопись жазам, мен үлкен картиналар жазам деп жүрген бала, сол металға көңілім бұрылып, Дүйсен ағамыздың нұсқауымен. Сөйтіп мен металға тапсырдым да, металды көркемдеу өңдеу бөліміне. Содан бері міне сол 82 жылы оқуға түсіп, содан бері зергерлікпен айланысып келе жатырмын десем болады, үзбей. Яғни демек зергерлікке сіз бала арманмен емес, осы училищедегі бір бөлім бос болып, соған оқуға қабылдап, қай жылдар еді ол негізі? 82 жылы. 82 жылдар, кәдімгі СССР кезі дейді ғой? СССР кезі ғой. Сөйтіп оқуға түстіңіз, студент атандыңыз. Неше жыл болды білім ол жерде? Ол жерде негіз 4 жыл оқиды. Арасында мен армияға барып келдім, 2 жыл. Сөйтіп мен оны 89 жыл бітірдім. 89 жыл бітірдім да, бітіргеннен кейін осы Алматыдағы дизайнерлер одағы болды. Сол жерден ұсыныс келіп, жұмысқа бізге қал деген. Сөйтіп Алматыда қалып қалдық. Ол кезде Алматыда қалу қиын еді ғой. Бізді 89 жыл деген әр облыстарға бөлетін. Мен енді ойым болған, өзім Меркеде туған жерімде музейге барып жұмысқа тұрсам ба деген.
Бірақ Алматыда осындай ұсыныстар болды да, Алматыда қалып қойдық. Алғаш енді шеберханамыз болған жоқ, өйткені жұмыс орнымызда. Ол дизайнерлер одағында және айлық төленбейтін болды. Ол жерде бәрі шығармашылық адамдар, сен жұмысқа қабылдайды, бірақ андай түскен тапсырыстармен өзің нең табасың Гонорар дейді ғой. Гонорар деген сияқты сол. Сондай шығармашылық жұмыспен айланысасың, жаңағыдай үлкен мемлекеттік тапсырыстар түсіп жатады, соларды орындайсың, сөйтіп өзіңді өзің асырайсың. Сіз мына оқу бітірген кездері бір тұрмыс құрған әйеліңіз бар ма еді ол кезде? Бар. Отбасын құрған? Мен студент болып жүріп отбасын құрып қойғанмын. Неше жасыңызда отбасы құрдыңыз? 87 жылы үйленген едім. 23 жас қой сонда. Соны студент болып жүргенде балам болды, бітіргенде сөйтіп жатақханада тұрдық. Кейін Алматының да бұрышында тұрмаған жеріміз жоқ қой өзі. Бүгін барлық жерін жатқа білеміз. Бірінші Алматыдан бастап мына жағы развилкасы бар, жоғары горный канты бар деген сияқты бәрін мына Көктөбенің бәрінде пәтерде тұрғанбыз нешеме жыл. 86-та болдық Алматыда. Желтоқсанда көтерілісін. Мен как раз армиядан келгем. Сол қатыстық. Одан 91-де тәуелсіздік алмай не қылдық қой, сол жерде де площадьтан шықпаушы едік енді. Жас едік қой кезде. Тәуелсіздікті не қылып аштық жарияладық. Ол кезде ескі площадь болды ғой. Ал Берік мырза, 89 жылы сіз училищені оқуды тәмамдап, кейін осы кәсібіңіз басталды дедіңіз, отбасында осы университет қабырғасында жүріп құрыпсыз, балаңыз да дүниеге келген екен. Енді айтыңызшы, осы 89-дан кейін біраз енді алмағайып замандар дейді ғой, енді біраз ауысты, біраз саясатта өзгерді дейміз. 91 жылы Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алды. Енді осы егемендіктің алғашқы жылдары сұрастырсақ, сол заманды көрген кісілер көбіне қиындықтар есіне түсіреді да. Енді кризис болды бір жағынан. Енді сол кездегі уақытты сіздер қалай өткіздіңіздер? Жалпы осы сол кезде осы қол өнерді тастап кетпедіңіз бе, әлде жалғастырдыңыз ба? Жалпы сол кездегі қызықтарды айтып беріңізші бізге. 89 жылы біз шеберхана аштық, сол 90 жылдың басында аштық қой енді. 90 жылдардың басы енді кішкене алғаш бастаған кезде, шеберхана ашқан кезде енді қиындау болды. Бірден енді аяққа тұру мүмкін емес қой енді. 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін былайша айтқанда жол жүріп кетті ғой енді жұмыстың бәрі. Өйткені бізге туристер де ағыла бастады, шекарамыз ашылды, жаңа заттарымызда жасаған заттарымызға сұраныс көп. Ол кезде мынандай конкуренция деген жоқ қой енді бізге. Былайша айтқанда қазіргі замандағыдай емес. Бізді іздеп келеді адамдар Ең алғаш есімде осы жерде бір зергерлер бар екен, мықты зергерлер пайда болыпты деп бізді іздеп өкіметтен ең алғаш мына президенттің инаугурациясына кемербелдік жасағанбыз біз топ зергерлер Рақым Төлеген деген жігіттеріміз бәріміз ең алғаш 91 жылы осы республика сарайында өткен, сол президент беліне тағып арқасына шапан жауып ант қабылдаған еді. Солар есімде енді. Ал ол кезде енді сонау Москвадан, Ленинградтан нелер келетін, сатып алушылар заттарымызды. Келіп ай сайын іздеп кеп бізді бір шемадан ақшамен келіп бір шемадан затымызды көтеріп кететін. Біз енді жарысып тұрып жасайтынбыз жеке-жеке жасаймыз. Енді жарысамыз енді былайша айтқанда. Кім көп жасайды деп мысалы. Соны жігіттер маған айтатын, ай Берік сен адам емес, сен роботсың деп кейде қалжыңдайтын. Көп жасап қоямын ғой, 2-3 есе көп жасап қоямын заттарды. Енді ұйқы бұландай көп қыдыру, жүру деген болған жоқ. Өйткені сұраныс болған жерде енді көп затың сұрай береді ғой ай сайын келіп. Бір жағынан мотивация болды. Қиналған жоқпыз. Сол кезде ауылдарды қатты қиналып жатты. Мен енді ауылға көп көмектестім. Ауылдағы туған туысқан әке шешем бар, бауырларым бар, солардың бәрін көтеру, солардың бәріне не қылу деген сияқты. Сөйтіп біз сол қатты көп қиыншылық көрген жоқпыз. Жақсы, бағана айтып қалдыңыз, көп деген дүние жасадым осы деп. Енді кез келген өнер адамының бір өзінің жүрегіне жақын бір туындысы болады да. Енді сіздің өзгеше деген бір құнды бір туындыңыз бар ма өзіңіз үшін ерекше? Мысалы бәлкім ең алғашқы осы еңбек жолына келген кездегі жасаған туындыңыз, немесе бір естелікке, мысалы біреуге сыйлаған туындыңыз деген сияқты, сондай бір өзгеше өзіңіз үшін туынды бар ма? Және ол несімен ерекше? Енді көп жасадық қой негізі жұмыс енді.
президентке көп жасадық сыйлықтарды ол кісінің туған күндері болады, үлкен бір мерекелер болады, Астананың ашылуы деген сияқты сондай кездерде қазір сол заттардың бәрі Астанадағы президент музейінде тұр. Біз 91 жыл жасаған белдік мысалы Алматыдағы орталық музейінде тұр. Мысалы бәрі сол тарих болып қалып жатыр. Мысалы біреудің қалтасында кеткен жоқ, немесе ол үйіне апарып қойған жоқ. Бәрі қарап соны көріп, оны еске түседі сол өткен жылдар. Яғни сол кездердегі жасаған дүниелеріңіз сіз үшін ерекше, иә? Иә, ерекше. Әрине, қазір көріп, соның бәрін еске түсіреміз. Ал енді шетелден келген қонақтарыма қаншама үлкен президенттер келіп жатады, олардың бәріне сыйланып жатады. Есімде сонау 2000 жылдардың басында, 90 жылдардың аяғы елімізге Түркияның президенті Демирел келетін болып, соған конкурс жариялады. Бір қылыш жасау керек, сол Демирелге арнап деп. Сонда бірнеше жігіт қатысып, соған мен қылышым ұтып алып конкурста. Сөйтіп сол менің қылышым Демирелге сыйланған. Жігіттер айтып келді, Түркиядағы сол Анкарада президенттің резиденциясы бар екен, сол жерде витринада қылышың тұр екен. Осындай Қазақстан президентінің атынан Демирелге сыйланған деп. Оның бар енді бұлай мемлекет үшін де үлкен дәреже ғой, былайша айтқанда. Әрине. Енді айта кетіңізші, сіз осы туынды жасайтын кезде, енді зергерлікте, қолөнерлікте дейміз ғой, бірдеңені жасаған кезде осы қазақтың дәстүрлі осы жолы бар ғой, енді біздің атам заманнан айналысып келе жатыр ғой бұл қолөнермен. Сол кезде барынша дәстүрді сақтауға, үйлестіруге қалай сіз күш салып отырасыз? Мысалы, сіз туындыңызда қалай үндестік табады осы қазақ дәстүрімен? Мен өзімді бұлай дәстүрлі зергер деп есептеймін да. Дәстүрлік ата жолдан айнымаған. Өйткені мен сонау 93 жылдан бастап музейге жұмысқа кірдім. Алматыдағы орталық музейден шақырту келді да, реставраторлық жұмысқа. Содан орталық музейге жұмысқа тұрып, 2000 жылға дейін музейде жұмыс істедім, осы орталық музейде реставратор болып. Ең алғаш Райхан Ескендірұлы деген директорымыз болды. Бізді шақырып, сендер бір жыл сендерге тапсырма бермеймін, бірақ айлықтарың жүре береді. Сендер мына музейге сіңіңдер, үйреніңдер, көріңдер, күнде залды аралаңдар, ана заттың бәрін неғыңдар, қараңдар деп бізге бір жыл еркіндік берді. Сол бір жылда біз әбден музейге сіңдік, көрдік. Бір жылдан кейін ұнаса қаласыңдар, ұнамаса кетесіңдер деді. Ұнап біз сол музейде қалдық, жұмыс не болып, реставратор болып. Сол металлды реставрациялау, зергерлік бұйымдарды сол кезде бастап біз өңіле бастадық, зергерлік бұйымдардың қыр-сырын. Өйткені бұрын көп түсінбейтінбіз. Мына тасты қалай салған, қалай орнатқан, мына жерін қалай дәнекерлеген, мына бір затты қалай жасады екен деген сияқты. Енді біз кезінде училищеде оқыған кезде бізде практика онша көп болған жоқ та, біз теорияны оқыдық, кітапты оқыдық, технологияны оқыдық, практика онша көп болған жоқ. Содан кейін біз аса шеберлікті үйренген жоқпыз. Музейге келіп біз енді зерттеп көп нәрсені. Өйткені музейде біздің сонау мақтаныштарымыз 18-19 ғасырда бізде зергерлік өнер қатты дамыған еді ғой. Сол кезде. Кейін Совет одағы басталған кезде бұл құлдырау басталды бізде. Қолөнерде Оған не қойды, тосқауыл қойды Совет одағы. Орталықтандыру болды, коллективизация деп бір жерде ғана, өткен Алматы зергерлік фабрикасы деген сияқты фабрикаларда бір жерде ғана істейтін қойды да, жеке-жеке шеберлер болған жоқ. Мысалы. Менің басында айтып кеткен Күлсін деген әпкем болған, сол кісінің шалы күйеуі зергерлік істеген, тығылып істеген мысалы. Үйінің алдында киіз үй тігіп, киіз үйдің астынан жертөле қазып, жасырын түрде істегенде, өйткені ол кезде жасауға болмайтын, алтын күміс ұстауға болмайтын, ондаймен айналысқан адамдар сотта жіберетін Совет одағы кезінде. Өйткені бәрі орталықтандырылған бір жерде болды ғой. Спекулянт деп айтушы еді ғой Совет одағы кезінде. Алып сатар. Киім сатқанды, бірдеңке жасырғандарды, бәріне заң бар болатын. Кейін мына тәуелсіздігінің арқасында міне өркендеп, бәрі мына өнерде қандай қазір үлкен дәрежеге көтерілді. Мен өзімнің зергерлік өнерімді қана былай айтсам, біз шет елдерге шыққанда мен енді көп шығамын негізі. Қазақстанның мәдениет күндері бар, жеке-жеке фестивальдар бар, дүниежүзілік нелерге көп шақырады, көп барам, байқаймыз ғой, салыстырамыз. Біздің зергерлік өнер оқ бойы алда тұрады ғой, көп елдердегі қарағанда. Өйткені бізде көркемдік жағы да,
жасалуу технологиясы, техникасы, көлөмдүүлүгүн айтсаң, енді біздің бұйымдардың. Өйткені тек қана көлөмдүүлүк гана, әдемілігі ғана емес, оның әрбір заттың айтатын әңгімесі бар ғой біздің заттардың. Мағынасы бар дейсіз. Мағынасы бар, құдағи жүзіктеріміз, құс тұмсық жүзіктеріміз, отау жүзіктеріміз деген сияқты. Олардың бәрін не үшін таққанын айтқан кезде, мысалы басқа адамдар аузын ашып, мысалы өте таң қалып тыңдайды. Көрдіңіз бе біз? Енді айтыңызшы, өзге бір қол өнерші болады ғой, енді қазіргі таңда ондай кісілер де дамып жатыр, енді бір жағынан қуанасың да. Енді сіз айтсаңыз, өзге қол өнерші сіздің осы туындыңыздың түсінгенін, сіздің идеяңыздың ұққаны қаншалықты маңызды сіз үшін? Енді ол енді ұқса, сенің затыңды жақсы көріп, не қылса, ол өте бір не ғой енді. Былайша айтқанда мен үшін үлкен дәрежеде. Қазір адамдар енді қолдан жасалғанды да, немесе станокпен жасалғанды да айыра біледі. Немесе кімнің жасағанды айыра білетін адамдар бар. Мен кейде шәкірттерім жасаған заттарды өзім жасадым деп қойсам, кейбір кісілер айтады, жоқ, мына жерде энергияң жоқ. Мына жерде сенің қолың, нең есіп тұрған, саусағың тимеген деп, саусағың тимеген, сенің нең көрінбей тұр деп, мысалы, білет, көрдіңіз, адамдар сезеді. Қол өнердің неліктен жоғары бағаланады шетелдерде, басқа елдерде. Сондықтан ол адам оған бар сүйіспеншілігімен, бар көңілімен жасаған затта, ол зат адамды тартып тұрады да, көрдіңіз бе? Сондай қасиеті бар да. Енді сіз меңгерген осы қол өнер саласында қандай қиындықтар бар, қандай дағдылар бар, сол туралы айтып берсеңіз бізге. Жалпы осы қол өнермен айналысам деген адамның алдына қандай қиындықтар шығады осы жұмыс барысында? Енді қиындықтар енді әрине көп қой бұл. Басында біз өте қиындықтарды көп көрдік. Мысалы, сату мәселесі, оны жасау бар да, оны сату бар. Оны осы жерде көптеген сол кезде салондар болды, магазиндер болды, соларға өткізетінбіз. Кейін өзіміз магазин аштық, мысалы. Сол сияқты соның бәрін жалғыз өзін жүргізе алмайсың ғой. Мен мысалы өзім отбасым болып, бәрі біз жаппай сонымен айланыстық. Өзімнің жолдасым Гүлнар өзі мына Алматы мұғалімдер институтын бітірген, Абай атындағы. Бірақ мұғалімдік қызметті атқарған жоқ ешқашанда. Осы менің саламмен кетті. Сол менің заттарымды халыққа жеткізу, соны сату, соны ары қарай ұйымдастыру деген сияқты, соны ары қарай. Сонымен айланысты да маған өте үлкен көмек сол болды. Жалғызсың шағың шықпас деп қазақ бос қайтпайды ғой. Жалғыз болсаң әрине қиыншылық көп болады. Отбасыңда балаларың бар, жолдасың, ағай нелерің бар, бәрі көмектесіп, сенің жолыңды былай не қылса, ол енді даңғыл жол ашылады ғой саған. Ал енді туынды бір жасайтын кезде бір шеберхана керек та міндетті түрде. Енді темірді балқыту бар, оны арнайы бір градусы болады өзің дейді, пеш болу керек. Енді сол жақтарын айтып өтсеңіздер, жалпы қол өнермен айналысу үшін жалпы жұмыс барысында не керек, не қажет? Енді біз басында бастаған кезде құрал сайманда өте жоқ болды ғой. Бәрін өзіміз қолдан жасадық. Табу өте қиын еді. Қазіргі заманда бәрі бар енді. Қазіргі мен жастарға айтам ғой, не армандарың бар қазір. Нағаш бәрі тұр, самсап тұр. Қай жерден мысалы қандай құрал сайман керек болса да бәрі бар. Тек қана жұмыс істеу керек қазіргі кезде мысалы. Тек қана жұмыс істеу керек. Біз енді кезінде 24 сағат істемесек те 20 сағат жұмыс істейтінбіз деп айтам ғой Бізде түнде де істей беретінбіз, күндіз де істей беретінбіз. Шеберханада түнеген кездер де болған шығар? Түнеген кездер де болды. Түнеп қала беретінбіз мысалы. Түнеп кейбірде тапсырыстар түскен кезде түнеп қала беретінбіз. Кейде мен зергер досым бар, Естай. Бірігіп жұмыс істедік. Надыр, Естай деген жолдастарымен. Сонда Естай тапсырыстар тауып келетін. Сонда бір күні 100 тұмар алып кепті, 3 күнде істеуіміз керек дейді, тұмарша бойға тағатын. Мен айтам, Естай, мына 3 күнде қалай жасаймыз десем, жоқ, жасаймыз, мен саған сеніп алдым осын дейді. Мен басында айттым ғой, мен робот дейтін деп. Соны 3 күн біз ұйықтамай, өзіміздің шәкірттеріміз бар, інілерімізді алып келгенбіз, Алматыға, шеберханаға шәкірт қылып, бәріміз жалып, 3 күнде. Өткені оны Америкаға алып бара жатыр да, қазақтардың құрылтайыма бірдеңкесі өткен, сол жақта қазақтардың. Соған қазақтың топырағынан тұмар ашылады, ішіне топырақ салып, соны 100 адамға сыйламақшы екен да. Соны мысалы 3 күнде істеп тастадық. Күн-түн ұйықтамай. Сондайлар болады да, ұйықтамайтын кезде. Қандай металдан жасадыңыздар ол 100 тұмарды? Ол кезде енді мельхиордан жасайтынбыз. Ол енді мына
Сонау осы біраз жылдарға дейін біз күміс дегенді білген жоқпыз. Мельхиор деген металл болды. Өйткені мына заводтардың бәрі жабылған кезде, фабрикалардың бәрі, ол кезде складтардың бәрі толып, материалдарға толып тұрды ғой, мельхиор сол кезде. Соның бәрін біз сатып алып отыратынбыз да, өнен кейін олар бітті кейін, складтардың бәрі, қоймалардың бәрі кезінде Совет одағындағы неғаның бәрі бітіп, содан кейін біз күміске ауыстық қой. Күміс шыға бастады. Халықтың несі ашылды, несі ой өрісі, немесе материал таңдау, күміс, алтын, халықтың жағдайы да, әлеуметтік жағдайы да жақсарғаннан кейін бәрі қымбат металл, жақсы зат іздейді ғой. Соған байланысты өзі былай бітеп өзі ауысып кеттік өзі күміске. Білінген жоқ, қалай ауысып кеткенімізді білмей қалдық өзі. Күміске ауысып кеттік та, сол міне сонау 95-96 жылдардан бастап күміске ауыстық та, күміспен жұмыс істеп кеттік. Сол тек қазір күміспен жұмыс істейміз. Алтынден тек қана жалатуға, сәндеуге ғана пайдаланамыз. Яғни қазіргі таңда сіз көбіне осы күмістен жасаласыздар. Күміс зергері аталамын да, күміс бұйымдар ғана жасаймын. Ұлттық бұйымдар көбінесе жасайтыным тек қана. Бірақ енді қазіргі таңда өзіңіз жинаған осы тәжірибеңізбен, біліміңізбен кез келген металлды игере беретін шығарсыз қазір енді. Игере береміз. Бағана айтып қалдыңыз ғой, кезінде мынаны қолдандық, қазір мынаны қолданамыз, болашақта мысалы мынаны қолдансақ, яғни бұл сіздің зергерлік өнеріңіз ешқашан бір заманға лайықталып отырады ғой, былайша айтқан кезде. Қандай металл болса да жұмыс істей береміз ғой. Андай бір тапсырыс болып еді, бір кәдімгідей ұзақ уақытқа созылып орындаған, мысалы бір ғана затты бердім, мәселен маған тұмар 100 тұмар заказ бердіңіз ғой, бірақ та 13 күнде дайындау керек болды. Бірақ та кейбір андай шығармашылық адамдар бар, мысалы сұраныспен келіп жатады, мысалы бір мынандай бір дүние жасап берші деп, бір кішкентай дүние, мысалы кәдімгі шұқып отырып жасайтын бір кездер болып еді, сондай бір ұзақ уақыт алған бір сондай бір туындыңыз бар ма бір? Енді былай, енді есімде жоқ. Негізі мен былай айтқанда тапсырысты өте жақсы көрмеймін. Тапсырыс алғанды. Шығармашылықпен жұмыс істеген, еркін жұмыс істеген жақсы көремін да. Мысалы, тапсырыс берген адам келіп желкеңде тұрып, мынаны маған былай жаса, мынаны былай жаса, мына жері былай болу керек, мына жері сондайды мен аса ұнатпаймын да. Өйткені біз шығармашылық адамдар бәрі былай жеке қарасың, бәрі өздері бір жеке тұлға ғой. Еркіндікті жақсы көреді, жеке өзінің ойына келген жақсы көреді. Ойына не келсе соны істеген жақсы көреді деген сияқты. Білгенін істейді. Білгенін істейді. Мен де сондаймын да негізі. Енді өте болады енді былай. Жасап беріңізші деп сұраған жағдайда енді көңілін қимай жасап беретінім сол да енді. Әлгі Абайдың бір қара сөзі бар ғой, қазақ өнер үйренсе бұлданатындар бар, мен бір жоғарыға шыққандай де сияқты. Сол есіме түседі да қара сөз. Содан кейін бұлданбаймын, жасап бере саламын. Үлкен кісілер келіп жатады ғой, апалар, әжелер, балам бір білезік жасап берсең, ұрпағыма қалдырайын деп едім сияқты. Қалай оның көңілін қиясың мысалы. Кейде ақшасын да алмаймын. Ой, апа керек жоқ десең, жоқ, көзмай деген болады. Болмайды ол. Көздің ақысын жеуге болмайды деп тастап кетеді. Оны да ұмытылған дәстүрлер ғой былайша айтқанда. Былайша айтқанда сіз адамға тек бұйым әшекей ғана емес, бір естелікте сыйлайтын болып тұрсыз ғой кәдімгі. Енді сыйлаған затымыз да көп қой енді. Бәрін айта берсең енді істеген затымыз да. Туыстарыңыздың үйінде бәрі зергерлік көп шығар бір. Өзімнің бауырларым бәрі зергер. Өзімнің артымнан ерген 2 бауырым бар, Мәлік, Таңат деген. Олар да зергерлікпен айналысады мысалы. Жаңа туыстарым бар, ағамның балалары бәрі зергерлікпен айналысады. Қазір жаңа өзім туған ауылымда 30-ға тарта зергер бар. Өткенде есептесек, мысалы, мен өзімнің, мысалы, әулетімде, мысалы, 6 зергер бар. Мысалы, 6 зергер. Өзімнің әулетімде ғана, мысалы. Жақсы, бағана бір айтып қалдыңыз, өнер адамы еркіндікті жақсы көреді, еркіндікті аңсайды деп, бірақ тапсырысты жаным сүйе бермейді дедіңіз ғой. Бірақ та енді қайткен күнде де табыс табу керек. Бұл енді қазіргі қанша дегенмен де қаламасақ та бір заманауи қағида ғой енді. Енді айтыңызшы, осы шығармашылық пен осы табыс табудағы арасындағы тепе-теңдікті қалай ұстайсыз осы? Енді мысалы, жақсы зат жасасаң, ол қашанда жерде қалмайды. Адамдар өздері іздеп келеді да, мысалы, шығармашылық жұмыстың бір жақсы жері өзің ойыңа келген, өзіңе ұнаған зат болса, ойыңа келген бағаны қоясың. Ал енді басқа адам келіп ұнатып тұрса, ол бәрі қандай бағаны айтсаң да алады, мысалы. Қанша қымбат айтсаң да, мысалы. Мен кейде заттарымды сатқым да келмейді, мысалы. Болашақ енді бәрін сата берсек, болашаққа не қалады деп ойлаймын да. Кейінде менің балаларым затымды қымбатқа сатып алып, ары қарай
жүрмесін деп мен көбінесе ана үлкен бір жақсы зат өзіме қатты ұнаған заттарды өте қымбат жоғары бағаларға қоямын. Бірақ халық бәрібір сонда қанша қымбат қойсаң да бәрібір соны алып кететін кездер болады мысалы. Ақшасына қарамайды. Тек сіздің өзіңіз жасағаныңыз ба, өзіңіздің жаңа қолтаңбаңыз бар ма бұл жерде деп соны сұрап мысалы алып кете береді. Ол бағасына қарамайды. Көбіне сондай ұнайды дейсіз ғой, сіз өзіңіз еркін шығармашылықпен жасаған дүниеңізді бағалап өзі алып кеткен, иә? Андай тапсырыс емес. Тапсырыс емес, аха. Енді тапсырысқа енді былай жасаймыз ғой әрине. Көптеген жұмыстарды. Енді қазір балаларым да жасайды, шәкірттерім бар, көбінесе соларға уже тапсырыстарды солар жасай береді көбінесе. Жақсы, енді келесі сұрақ қандай болсын? Қазіргі таңда енді өзіңізде бағана айтып қалдыңыз ғой бір сөзіңізде, қазір енді жастар дамып жатыр, осы зергерлікке келіп қызығатын адамдар да көп деп ше. Енді қазір енді бәлкім біздің көрермендердің арасында да бар шығар бір зергер, мысалы сіздің осы сұхбатыңызды қарап сізден мысалы сабақ алғысы келетін. Енді соларға қатысты бір сұрақ қойсақ, қазір жалпы осы зергерлік қаншалықты табысты кәсіп, осы өзіңіз айтсаңыз? Енді мен өзімді мысалы қарап, мысалы ауылда мысалы көп адамдар мені қарап, мысалы менің табысымды көріп, менің жағдайымды көріп, балаларын зергер қылғысы келді мысалы. Сол сияқты ғой мысалы. Өйткені адам зерттейді ғой мысалы. Ана осындай сырға сақинамен осындай жағдай, машина мініп келіп жатыр ауылға иномарка мініп келеді қалай ол қайдан табады деген сияқты. Былай қарасаң сырға сақина жасайды. Сырға сақина жасаған адам байы ма мысалы? Деген сияқты Бірақ енді соны ұштастырып, оны жасау ғана емес, оны ары қарай жаңағыдай сатып, тапқан табысыңды басқа бір бизнеске салып, айландырып, мысалы, сөйтсең ғана жетесің да жетістіктерге. Тек бір нәрсемен ғана шұқылап отыра берсең, әрине ештеңеге жетпейсің. Оған ойыңды, миыңды істетуің керек қой енді. Жоғары жетістікке жету үшін. Яғни зергерлік кәсіпте кішкене бір алғырлық керек дейсіз ғой. Алғырлық керек. Емес, алғырлық керек. Жалпы енді қаншалықты табысты деп сұрақ қалдым ғой бағана. Енді сіз ең қымбатқа сатқан осы туыңыз қанша теңге болды? Енді мына біздің ақшамыздың несі деңгейі өзі әртүрлі болып кетті ғой енді. Өзі мына тәуелсіздік алғанда теңгеміздің құны осындай еді, қазір міне 4 теңге 70 тиын болып басталып еді, қазір міне 470-ке жетті мысалы. Қараңыз. Қанша есе мысалы. Сонда ақш долларымен сатқансыз ғой. Иә, кезінде мысалы бір сақинаны, мысалы әшейін жай қарапайым сақиналарды $300 сататынбыз. $300 әшейін еркін келген туристер, иностранстар, шетелдіктер алып кете беретін. Қазір тура сол сақинаны мысалы жасаған $10 мысалы өткізе алмайсың. Көрдіңіз бе? Біздің затымыздың да бір кейбір нелері бар сондай нелер. Өйткені неге де байланысты ғой енді. Ол кезде менің сақиналарыма жанында өйткені жоқ конкурент деген сияқты. Ал енді қазір енді өте көп балалар қаулап өсті ғой енді, қаулап. Есімде мысалы гобелен тоқып жүрген жігіттер мысалы, немесе торсық қамшы жасап жүргендердің бәрі қазір зергер. Аттары қазір былай қарасаң, дүрілдеп тұрған зергерлер болып кетті мысалы. Мысалы Серқали Көкенов мысалы, бұрын торсы қамшы жасап жүретін жігіт еді. Қазір ол атақты зергердің біреуі. Ана Болат Атыраубаев дейді Ақтөбеде. Ол гобелен тоқитын бұрын. Оны тек гобеленін ғана көріп, гобелен суретшісі ретінде қабылдайтынбыз. Қазір ол да бір өлкенің атақты зергері мысалы. Сол сияқты көрдіңіз бе? Ол өзің жолын тапсаң, ол қай бір істе болса да ол саған табыс әкеледі. Енді сіз бұл жолға үлкен еңбекпен, қажырлы еңбекпен ұзақ жылдар бойы келдіңіз ғой. Енді ең басында былайша айтқанда авторитетке жұмыс істедіңіз мысалы ше. Бағана да өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, робот деп айтатын мен деп. Енді сондай ұзақ еңбектің нәтижесінде жетіп отырсыз да, қазір енді табыс өзі келіп жатқан шығар сізге, иә? Иә, табыс өзі келіп жатыр ғой. Қазір енді мен көп мысалы іздеп, мысалы біреудің есігін қағып, немесе менің затым сатып алшы деп бармаймын мысалы. Өздері күнде келіп мазалап жатады мысалы. Күнде хабарласып, мысалы мен сатпау үшін бағамды да не қоям, жаңағындай жоғары сатпасам осы заттарды қалса деген сияқты бір немен мақсатпен. Соны былайша айтқанда ақшадан да қашатын заман болады екен ғой мысалы, көрдіңіз бе? Енді ақша әрине адамға ол әрқашан да керек.
олсыз өмір сүру қиын, бірақ енді адамға енді өзінің қажеттілігіне байланысты ғана керек қой енді. Менде мысалы басымда баспанам бар, астында машинам бар, бағарлы шағаларым бәрінде мысалы үй жайы бар деген сияқты. Ары қарай не істеу керек енді? Мысалы анша-мұнша бір ауылға да қолғабыс жасап қоятын кездер болады, жан-жаққа да қолғабыс жасап тұрамыз, ешкімнен ештеңе аянып жатқан жоқпыз. Оның бәрін орындап жатқаннан кейін сол енді көп өзі қуып жүреді артынан ақша. Енді осы күнге жету үшін неше жыл уақыт керек болды сізге? Енді былайша айтқанда соңғы 30 жылым осы үзбей айланысып келе жатырмын ғой, енді 30 жылда мына зергерлікпен мысалы. Енді мен бұрындары енді мына 4 жыл болды өзім жекеменшік музей ашып, өзім шеберхана ашып. Енді бұрында шеберханам болған өмір бақи. Үйімде ол ешқашан үзілмеген шеберханам. Мындай өкіметтің үйінде тұрғанда да асхананың бір бұрышына шеберхана жасап қоятын. Күндіз жұмыстан келіп, түнде жұмыс істейтін. Түннің бір уағына дейін шеберханада өйткені күндіз мемлекеттік музейде жұмыс істедім да, реставрация, консервациямен айланыстық. Күндіз көп қол тие бермейді ғой жұмыс істеуге. Тек қана сағат 6-дан кейін барып, өзің шаруаңа кірісесің, кешкі сағат 9-10-ға дейін шеберханада отырып жұмыс істеп аламыз. Кейде өкіметтің светін жақпаңдар деп қуып шығатын кездер болады. Мысалы өкіметтің светін энергиясын пайдаланып астындар деп тек қана 9-дан 6-ға дейін. Сондықтан мен өзіме әрқашанда шеберхана ұстап отырдым. Сағат 6-дан келе салып, ары қарай тоқтамас үшін немесе шалқайып диванда жатып телевизор көрмес үшін жұмыс істеу үшін енді былай қарасаң енді сұраныс көп, алушы бар, қалай істемейсің енді? Былай бұрап жасап бүйтіп лақтыра берсең ақша қой деп мен бір көріпкел жеңгем болған, Әсеткүл жеңгем бар, сол кісі айтатын: "Ай Берік, сен анау не қыласың? Күмісті алып бұрап бүйтіп соғып бүйтіп лақтыра берсең сенікі ақша ғой" деп сондай ғой енді. Не істесең де жерде қалмайды қазіргі заманда енді. Енді айтып қалдыңыз бағана асхананың бір бұрышында зергер болып жасап жүре беретін деп кезінде енді. Негізі осы зергерлікке қандай құрал саймандар керек болады, және осы шығынды айтып өтсеңіз, осы енді бағана тоқты кетіп жатыр деп айтып. Енді қазір құрал саймандар өте арзан, былай қарағанда. Кезінде сол күмісті таптау үшін құрал сайманның өзін мен бір $2000 сатып алған уақытымда болған, соны 90-шы жылдары мысалы, 92-ші ме 93-ші жылы. Енді ол кезде $2000-$3000 үй сатып алуға болатын еді. Мысалы, көрдіңіз бе, құрал сайманның жоқтығы сол кездегі. Сондай ақшаларға біз құрал сайман сатып алдық сол кезде. Қазір енді солар өте арзан мысалы, сол құрал саймандар. Өйткені Қытайдың несі ашылды да, Қытайдан өте көп құрал сайман бәрі Қытайдан келеді. Қытайда, Индияда өте арзан, мысалы, әшейін тиын тұрады ғой құрал саймандар. Қайта біздің арада делдалдар көп қосады да, қымбаттап кетеді бізге келіп. Негізі өте арзан тұрады. Қытайдан өзі тура алып келетін жігіттер бар, өзінен барып Қытайдан құрал саймандар қазір бәрі жеткілікті. Көп шығынданып керек емес та, мысалы, құрал сайманға қазір бәрі бар заман ғой, мысалы. Жақсы, енді осы артыңызда сіздің ізіңізбен келе жатқан жастарға қандай бір кеңес айтар едіңіз, бір ақылыңыз ағалық? Енді еңбек ету керек қой, тек қана. Еңбек, ерінбесең, тек қана еңбек. Тек қана енді, және кішкене миды істетіп, ақшаңды тек қана тапқан біреуін екеу қылып үйрену керек, екеуді үшеу қылып үйрену керек. Мен енді сонау музейде жұмыс істедім де 90-шы жылдары. Музейде істедім деп айттым ғой алғаш. Сонда табысым енді көп, ақшам бар, артық ақшаларым болды. Сол кезде музейге елдер не алып келетін, экспонаттар алып келеді. Сандығында сонау негізі ғой, өзі бір қиын заман болды ғой 90-шы жылдар. Халық өзі ақша жоқ, свет жоқ, жағдай жоқ. Қоржында немесе сандықтың түбінде жатқан қымбат бұйымдары болса, бәрін шығарып сатуға шығарды мысалы халық. Сол кезде музейге алып келеді. Музейде әрине үкіметте ақша жоқ, оны сатып алатын. Соларды мен сатып алатын. Сөйтіп мен өте үлкен коллекция жинадым мысалы. Зергерлік бұйымдар бар, кілем бұйымдары, ағаш бұйым, тері бұйымдары мысалы. Соның бәрін сөйтіп артық ақшама солардың бәрін сатып алып, арасында жаңаларды қайтадан музейлер ақша түскен кезде музейлер қайтадан сатып алатын. Музейлерге кейін уже жағдай жақсарып неған кезде музейлерге ақша бөліне бастады, қорларына зат сатып алу үшін. Сөйтіп қайтадан музейлерге сатып,
сөйтіп мен өте жақсы неге түстім да жолға немесе мына Астанада енді бізде дамымады, Алматыда мына блошиный рынок дейді ғой дүние жүзінде бар нәрсе ғой, Москвада да бар, Парижде де бар елдер қолындағы заттарды шығарып сатады ал енді көп адамдар білместіктен ауылда кезінде самаурын немесе шелек деген сияқтылардың бәрін неге өткізіп жіберді ғой металлоломға. Сол металлоломнан сондай заттарды барып қаншасын тауып алып отырдық мысалы. Сондай болады ол. Енді халықтың мәдени несі енді 100% бәрі білімді деп айту болмайды ғой енді ол. Мәдени құндылықтарды білу, тану өте ол қиын нәрсе ғой мысалы. Енді бағана бір сөзіңізге қарасам былай айтқыңыз келді ғой, сонда зергерлікте бір бұйым жасағанда ғана емес, оның нәтижесін, табысын күтетін сәтте де сабырлық, төзім таныту керек. Өте төзімді болу керек. Кейбір жігіттеріміз бар, мен енді жолдастарым бар, енді атын атамасам да, бір затты жасайды, оны сатқанша жүретін мысалы. Көрдіңіз бе? Анан сатады да екіншісін бастайды. Ол айтады, жасай берсеші, оны қарамасаңшысың, сатылмаса не қыламын оны жасап деген сияқты. Менде ондай не жоқ. Мен жасай беретін, біз мына музейде бізге магазин ашып берген Райхан Ескендір алғаш 96 жылдары неде орталық музейде сол жер шебер жігіттерге бәріміз отырып жасаймыз да магазинге барып қоямыз ғой заттарымызды. Менің ғана затым өте беретін де сонда арамызда Марат деген жігіт бар еді, зергер. Сол айтады екен осы берік заттарын оқытып бір жерге барып алып келіп, неге оның заттары өте береді, біздің затымыз неге өтпейді? Мен айтам, оған ойланып та керегі жоқ қой. Менің 100 сақинам тұр, сендердің 2-ақ сақиналарың тұр. Қайсысы өтеді? Ойлаңдаршы өздерің деймін. Сондықтан бұрқыратып жасау керек, көп жасау керек. Көп болған жағдайда ғана ол өтімді болады. Арасында таңдау болады адамға мысалы. Деп балаларды мен айтам ғой Соны көп адам түсіне бермейді. Сондықтан көп жасау керек, әр жерлерде көп жерлерге өткізіп сөйтсең ғана нәтиже шығады ғой Енді ол мысалы бұйым өтпеген күннің өзінде өзіңізге де бір еселік болып қалады ғой бір жағынан. Ол өтпейтін зат жоқ ол. Мүмкін емес ол. Енді мына қалың көпшілік, мысалы осы подкастты көріп отқан көрермен осы қолөнерді қалай қолдай алады? Енді қолдағаны сол, сатып алса сол ғой қолдау енді. Біздің әр бұйымды сатып алғандар бұл өзі бір қолдау дейсіз ғой. Ол үлкен қолдау ғой енді. Анау бір сатып алған адамға әрқашан рахмет айтып тұрамыз. Ой, рахмет сізге қолдағаныңыз үшін деп. Суретшілер де сол мысалы, қарап тұрсаң, бір суретін сатылса, қуанады мысалы. Қолдау ғой енді. Ары қарай ол дамиды. Егер ешкім сатып алмаса, жиналып тұрса, қойма ол қалай ары қарай өседі, өркендейді мысалы. Мысалы, бір затыңды сатсаң, оның орнына 2-3 зат сатайтын, мысалы, мәселені шешесің де, соның ақшасымен мысалы. Одан ары дамисың, мысалы, өсесің, өркендейсің. Сондай ғой енді. Сіздің жалпы қол өнеріңізде, осы жеке өміріңізде бір философиялық бір ұстаным бар ма сіздің жалпы өзіңіз? Мәселен, бір мақал болады, мысалы, өмірлік ұстанымыңыз. Енді мынандай нақты ондай ұстаным жоқ енді. Көп адамдар айтады, неге алтынмен айланыспайсың деген сияқты. Сен шеберсің ғой енді. Алтынмен жасасаң, бұдан 100 есе пайда келеді ғой мысалы деген сияқты. Мен айтам, жоқ, оны да жасап көрдім ғой. Алтын жүрген жерде шайтан жүреді деген менде ұстаным бар да. Әлгі алтын көрсе періште жолдан таяды деген бар. Оны жасап көргенбіз. Өзім бір туыстарыма да жасап бергенмін алтыннан. Бірақ біздің қазақтың бір несі бар да, өз ұлтының шеберіне сенбейтін бір қасиеті бар. Қазақты жамандағаным емес ол. Егер армян немесе еврей жасап тұрса, оларға сенеді затын беруге, алтын. Олар таза жасайды деген сияқты неде болып тұрады да. Сондықтан мен алтынмен айланыспай кеткен. Мысалы, сол ұстанымда менде. Сондықтан тек қана арзан болса да, мейлі арзан болсын, күміспен айланысатыным сол да. Күмісте бір жағынан осы кезінен осы күміс ыдыстар болды ғой, енді бізде әлі күнге дейін бар күміс қасықтармен тамақ ішеміз да. Енді ол асқазанға бір жағынан пайдалы дейді. Күмістің бір медициналық емі бар. Енді алтын сәндікке, күміс емдікке дегенде қазақтың несі бар ғой, күмісті ертеде қадірлеген, күмістің емдік қасиетін білген, оның мына табиғатта кездесетін 400-500 микробты өлтіретін күші бар екенін білген, тек күмісті сол қолға таққан. Енді қазақ енді қолында білезігі жоқ, сақинасы жоқ, әйелдердің қолынан да тамақ ішпеген ғой. Оның жасаған асы адал емес.
таза емес деп жа. Адам бойында қаншама микроб, мына ауада жүрген микробтардың бәрі мына күміс жойып отырады мысалы. Мына білезіктің өзін тағып, мысалы адам бойының күшіні мысалы былай шығып кетуі мүмкін, сол мына күміс ұстап адам бойында күшін өзін сақтайды мысалы. Сондай қасиеттерін білгеннен кейін күміске өте қатты ден қойғанда мен соны ұстанамын да жа. Сондықтан күмістің пайдасы зор. Жақсы, енді мен білуімше Астанада осы сіз бағана өзіңізді айтып қалдыңыз, үйіңізде жеке мұражайыңыз бар. Енді қазіргі таңда ол мұражайға келушілер көп пе? Жалпы онда қай туындыларыңыз бар? Неше туынды бар? Ол жерде бағана сыймай жатыр деп айтып қалдыңыз ғой бір жағынан. Сол айтып өтсеңіз. Мен енді ол жерде көп енді туындыларым. Енді ала қазақ баласының санын айтпайды ғой, сол сияқты мен де санамайын да, шынын айтсам. Сыймай тұр десем болады. Көргендер айтады ғой, ойпырмай мына базар сияқты ғой енді былайша айтқанда. Бірінің үстіне бір түр экспонаттар енді. Мен енді ана өзімнің бір үлкен бөлмемді өзіме ғана арнайым дегем, жа. Қайда оған? Өзім зат сыймай атқаннан кейін оны не қыласың ба жа? Сондықтан өте көп. Енді арманым енді бір музей салу. Музей салсам деп Кәдімгі үйдің бір қабырғасынан емес, бөлек. Иә, бөлек бір жер алып, бір жеке музей, өз арнайы жаңағы музейдің несіне арналған, музейдің өзің бір нелер болады ғой, өзің бір. Иә. Жаңағы сөрелермен, иә, сөрелермен, немесе қоймалары болады, әртүрлі бөлімдері болады. Сондай өзің нормалары бар музейдің соған арнап музей салсам деген арманым бар. Өткенде ана Елзат деген блогер жігіт сол не тастады, келіп мені түсіріп, халыққа, осындай қолдаушылар болса, инвестор болса, осындай мына заттарды көрдіңіз бе, қалай тұр, музей салсақ, мен өзім архитектор, мен өзім тегін архитектурасын бәрін өзім мойныма алам, салып берем, инвестор табылса, осы музей салайық. Астана қаласы, Алматы қаласы, Шымкент, үлкен қалалардың бірінен деп, қай жерден инвестор табылады, сол жерге осы музейді беруге дайынбыз деп, не тастадық халыққа енді. Енді әзірше тыныш енді, болашақта енді қолдау болатын шығар деп ойлаймын енді. Сонау ең алғаш сол Совет одағының аяғымен осы тәуелсіз жылдардың басында бізде Алматыда міне Алмарасанда шеберлер ауылы ашылды. Мемлекет басында қолдады да, кейін ұмытылып қалды. Қазір бәрі өз-өзіме, мысалы. Аты ғана бар. Аты ғана қалды, шеберлер ауылы деген. Қазір қарасаңыз, барып жаның ашиды аналардың жағдайын көріп. Мысалы, ана үйлердің сыртын көріп, мысалы, шынын айтқанда, мысалы. Мемлекеттік қолдау жоқ, мысалы, ешқандай. Сол жер жайнатып жіберуге болады ғой, мысалы. Мемлекет қанша ақша керек дейсің соған, мысалы. Көп те керек емес қой, мысалы, сол жер жайнатып бір туристер ағылып күні-түні барып келіп атады, мысалы. Жақсы, енді сіз 2021 жылы Егемен Қазақстанға берген сұхбатыңызда айтып қалдыңыз осы бағана жеке мұражайыңызға қатысты, карантинге байланысты келушілер қатары сиреп қалды деп. Енді қазір қалай, енді осы 2023 жылы одан бері біраз жыл өтті ғой. Қазір кімдер келеді ол жерге, жастар ма, әлде шетелдіктер ме? Қазір енді осы соңғы кездерді алсақ, туристер көп келеді. Ресейден өте көп туристер ағылып жатыр. Былайша айтқанда мына көрші қалалар бар, мысалы Челябинск дейміз, Омбы дейміз, мына жанда Екатеринбург қалалардан прям 40-тан 50-ден группалар келеді. Келген кезде өте көп қой енді былай. Мен енді айтамын, біз көп адамды қабылдай алмаймыз. Ары кетсе 40 адамды ғана қабылдаймыз. 40 адамды бір қабылдап, оларды шығарып саламыз, одан кейін 40 адамды қабылдаймыз. Өйткені менде онда үлкен емес қой енді музейім енді. Жекеменшік музей болғаны кішігірім ғана 40 адам бәрін игеру оңай емес қой мысалы. Сол Ресейден өте көп келіп жатыр. Енді Европадан неден де келеді олар, енді олар ондай үлкен топпен келмейді.